Әлемде талай қызық дүние бар ғой. Естісеңіз таң қаласыз. Солардың бірі Ахмет Яссауиға тұрғызылған мавзолейдің өзінің қыр-сыры өте көп. Мавзолей қасына салынған моншаның еденінің астынан жер асты ыстық суларын жіберген. Әдемілеп салынған бұл монша ғимаратының құпия сырының бірі оның пеші бір шөміш ағашпен жағып, монша қыз-қыз қайнап, елдің рахатын алатын. Бұл монша 1389 жылдан бастап 1959 жылға дейін жұмыс істеді. 530 жыл жұмыс жасады. Осыдан сұрақ туындайды. Қалай бір шөміш ағашпен жылайды деген. Ресей археологтары осының сырын ашамыз деп зерттеу жасап, оттықты ашып, ішін тексеріп, сызбаға түсіреді. Кейін қайтадан қалпына келтіріп жабады. Содан бастап монша істен шығып, мұражай ретінде қалды. Сонда оның құпиясы неде? Әмір Темір кесенені моншаны тұрғызған кезде күні бойы имандар дұға оқып отырған. Әрбір қаланған кірпіш, саз, ағаш, төгілген тер дұғаланған екен. Археологтар ұстаған жерден дұға кеткен дейді. Сонда сол заманда ішкен мұсылман емес кәпірлерді кіргізбеген де міне осыдан екен дейді. Міне ғажап дүние. Тағы бір қызығы, монша ішінде киім шешетін ілгіш тұр. Ағаштан ойылып жасалған. Дұрыстап қарасаң, әлгі ағаштың оюы ойып жазылған дұға. Бай да, кедей де киімдерін алаңсыз шешіп кірген екен. Ұрлық деген мүлде болмаған. Оның сыры дұғамен ойылып жасалған ілгіштегі киімдерді, не заттарды ұрласа, ол адам мертіккен, немесе ауруға ұшыраған деседі. Міне ғажап. Алланың өзі де рас, сөзі де рас дегені дәл келіп отыр. Дұға да болайық ағайын. Жұмадағы дұға, тілек, намаздарыңыз қабыл болсын.